Dinning tiregining biri ол namaz. Bilemiz, dinning neçe tiregi var? Dinimizдің, yani 5 tiregi var ekan. Ash-shahadan aytu, namaz o'qu, oraz ұстау, зекет беру, өміріңде бір мәрте қажылыққа бару. Demek Peygamber Aleyhisselam aytadi, namaz dinning tirегінің бірі дейді. Namaz оқыған адамға мынандай 10 түрлі жақсылық келеді дейді. Бауырлар, осы намазымызды насихаттап жүрген жерімізде. Намаз оқымайтын кісіге жеткізіңіздер. Бауырым айналайын. Намаз оқысаң, мынандай 10 түрлі жақсылыққа жетесің. Жолың жалғаған болса, намаз оқы айналайын. Денсаулық керек болса, намазға жығыл. Балаларың, ұрпағың көп болғысы келсе, намазға жығыл деп айтып жүріңіздер. Бұл намаз, бауырлар, бізді тек қана жаманшылықтан тиіп, жақсылыққа бұйыратын амал. Құран кәрімде Алла Тағала «Инна-ссала танха анил-фахша вал-мункар» деген аят бар. Намаз сендерді арсыздықтан, күнәдан тыйып қояды дейді. Намаз. Қазір қоғамдағы небір қылмыскерлер қылмыстар жасалынып жатқан болса, сол намаз оқымағандықтан сол кісілер жасап жатыр. Егер намаз оқығанда еді, ондай адамдар ондайға бармайтын еді. Сол үшін осы бауырлар жеткізейік, Пайғамбар айтады, намаз оқыған адамға 10 түрлі мынадай жақсылық келеді дейді. Біріншісі зайнал вajh. Намаз оқыған адамның жүзі нұрланып жүреді екен. Жүзі нұрланады. Намаз сіздің жүзіңізді нұрландырып қояды. Сол нұрланған жүзіміз иншалла ақыретке кетеді, құдай қаласа. Ақыретте жүзіміз одан да қатты нұрланып кетеді. Намаз оқыған адамдардың Пайғамбар Алейхиссалам айтты, мынау дәрет алған жерлеріңіз, сәждеге жығылған мүшелеріңіз ақыретте нұр болып тұрады деген. Нұр. Махшарда сахабалар, я Расулалла, біз сізді таппай қаламыз ғой деген кезде, мен сендерді тауып аламын деді. Сендердің намаз оқыған мүшелерің, дәрет алған мүшелерің нұр болып тұрады деген Пайғамбар Алейхиссалам. Бауырлар, демек намаздың бұл қасиеті өте көп. Соны Пайғамбар Алейхиссалам 10 мәселеге жинап берген екен. Екіншісі нұрul қалб. Намаз оқып жүрген адамның жүрегі нұрланып жүреді екен. Жүрегім тап-таза деген сөз намазхан адамдарға қойылған сөз бұл. Намаз оқымасында жүрегім тап-таза, біреудің жібін ала жібін аттамаймын, біреуге қылмыс қылмаймын, көршіммен жақсы тұрамын деген бәрі жай оның бәрі. Жүрегім тап-таза деген сөз бұл намазхан кісіге айтылған сөз екен. Пайғамбар айтып жатыр. Намаз оқыған адамның жүрегі нұрланып тұрады дейді. Жүрек нұрланған екен, ол жерде біреуді көре алмаушылық, біреуге зұлымдық жасау, өтірік сөйлеу деген нәрсенің бәріне орын жоқ ол жерде. Өйткені ол жерде нұрға толып тұр. Жамандық атаулы кіре алмай қалады. Қашан бұл нұрымыз әлсіреп қалған кезде басқа жаман сипаттар ол жерге кіре бастайды. Содан кейін бар, сол сыртқа жеміс көріне бастайды. Сыртқа. Бір бауырым айтады, мына салафиттердің дейді, дұрыс қой енді, олардың жолдары дұрыс емес. Бірақ олардың тақуалықтары ұнайды дейді маған дейді. Деп айтты бір бауырым өткенде. Кейін мен сұрадым, бауырым, олардың қай тақуалығын ұнатып тұрсың сен? Мен олардан тақуалық көріп тұрған жоқпын дедім да. Бейсем ол бауырым айтады, Қабеке дейді, шыны керек, таң намазға олар келулері, құптанға келулері, намазды жамағатпен мешітте жүру тақуалықтары ұнайды маған дейді. Кейін мен айтдым, бауырым, ол тақуалық емес. Тақуалық деген нәрсе ондай болмайды. Егер сөйтсем айтады, дұрыс қой, енді ол жүректе тұрған нәрсе ғой ол дейді. Мен айтам, дұрыс айттың. Адамның жүрегінде не тұрса, сыртқа сондай болып шығады. Адамның жүрегінде жақсы нәрсемен толтырып алған болса, сыртқа әдемі болып шығу керек еді. Елдің арасында бүлік шығарғандар кімдер? Солар. Ата-анасын ренжітіп, кәпір дегендер кімдер? Солар. Достарын намаз оқымадым деп тастап кеткен кімдер? Солар. Жесірлердің санын көбейткен кімдер? Солар. Айта берсек, өте көп тізім деймін. Қылмыскерлер қарап тұрсаң. Бірақ намаз оқиды. Сен айтып тұрған таң намаздан қалмауы мүмкін, құптан намазға келуі мүмкін. Ол тақуалыққа жатпайды. Өйткені тақуалық жүректе не нәрсе болса, сыртқа ол сондай болып шығу керек еді. Пайғамбар айтады, намазға адамның жүрегі нұрланып тұру керек. Ол нұр сыртқа нұр болып шығады. Ісіңізбен, сөзіңізбен қоғамға нұрландыруыңыз керегіңіз келеді. Бірақ өкінішке орай олардан онда нұр көріп тұрғанымыз жоқ. Сол үшін олардың намазына Алла мұқтаж емес. Намаз бізге мұқтаж емес. Пайғамбар Алейхиссалам тақуалық жайында бір сахаба келіп, я Расулалла, тақуалық үйретіңіз дегенде, Пайғамбар Алейхиссалам оған ашуланба деді. Және не істейді дегенде 3 мәрте ашуланба деді.
Одан екінші сахаба келіп, я Расулалла, тақуалықты үйретіңіз дегенде, анаңа жақсылық қыл деді. Және деген еді, 3 мәрте анаңа, 4-шісіне әкеңе жақсылық қыл деді. Одан үшінші біреу келіп, я Расулалла, тақуалық дегенде, көршіңмен жақсылық деді. Демек, пайғамбар алейхиссалам әр адамның әлсіз жерін білді, сол әлсіз жерге тақуалықтың дәрісін берді. Ал таң намазға келу, құптан намазға келу, ол бәрімізге ортақ мәселе. Дәл сол таң намаз үйде оқысаң да болады, сауап аласың. Бірақ жамағатпен мешітте оқысаң, оның сауабы көбейеді, 27 есе артық. Бірақ ол тақуалықтың бір белгісі деп айтқан жоқ. Мешітке келіп оқу бәріміздің міндетіміз, ортақ мәселе. Сол сыртқы көрініспен ондай шектеп айтуға болмайды екен. Сол үшін бауырлар, шын намазхан адамның жүзі нұрланып жүреді екен, және жүрегі нұрланып жүреді. Жүрегі нұрланған адамның ой пікір жақсы болады, адамдарға тек қана жақсылық ойлайтын. Қайтсам пайдам тиеді осы деп көп деген осындай жақсылық ізгі амалдар жасайды екен. Одан кейінгі варахат бадан, намаз оқыған адамның мына денесі рахатта болады дейді пайғамбар алейхиссалам. Денеміз. Намаз оқыған адамның не? Көпшілікте қоғамда намаз оқымаған адамдардың ішінде көп аурулар намазхан кісілердің бойында жоқ. Намаз оқымаған адамдардың. Былайша айтқан кезде спорттың бір көп түрі осы намаздың ішінде тұр. Ұйқыдан тұра салып жуынасыз, намазға жығылған кезде бүткіл денеңіздегі буындар қимылдайды екен. Әрине ол спорт болғандықтан ешкім істеп жатқан жоқ ол нәрсені. Бірақ пайғамбар айтады, аль-бадана раха, денеге мынау рахат алып келетін намаз іс-қимыл дейді. Өткен жылы батыстан дәрігерлер осындай бір мәселені дәлелдеп шықты. Бір ауру шығыпты. Бас ауру екен. Оның емін олар намаздан тапты. Адам намаз сәждеге жығылған кезде бүткіл денедегі қан өз қысымымен төмен қарайды дейді. Сол кезде бастың мидың ішіне қан өзінің несінен кіре бастайды да, сөйтіп бас аурудан құтылады деп соны дәлелдеп шықты. Басқа орын жоқ дейді, басқа оған вариант жоқ. Өйткені миға кіріп тұрған тамыр, қан тамшы өте аз екен. Сол жолдар бітеліп қалады екен, қысылып қалады, тарылып қалады екен. Мынау қанның несі қоюланып, ішінде майы пайда болып, оның жолдар тарылады екен. Сөйтіп бір сондай ауру шыққанда, олардың тапқан жауабы сол болды: сендер мына мұсылмандар сәждеде жатқан секілді намазда осындай болуларың керек деп жауап сондай болды. Бұл нәрсені пайғамбар осыдан 14 ғасырдан айтып кеткен. Намаз оқу бұл денеге не дейді? Денеге рахат, денеге сондай бір шифа алып келеді дейді. Мына буынның арасында тұз жиналады дейді. Мамандардың айтуынша, намаз оқып жүрген адамдардың буынында тұз болмайды дейді. Өйткені сіз 5 мезгіл намаз оқу арқылы қимылдайсыз ғой. Буындарыңыз қимылдау арқылы арасында тұрып қалған сондай тұз секілді жаман қасиеттерді арылтып отырады дейді. Ва унусу фил қабр, және намаз бізге сондай көп пайдалардың бірі, қабірде сіздің жолдасыңыз болады дейді пайғамбар алейхиссалам. Қабірде жалғыз жатамыз. Досың кірмейді, балаң кірмейді, әйелің жаныңда болмайды, ата-анамыз болмайды. Жалғыз жатамыз, жанымызда кім болады дейді? Намаз болады дейді пайғамбар алейхиссалам. Осы өмірде намазды серік қылып жүрміз ғой. Сол намазымыз бізді қабірде тастамайды екен. Адамның денесінен жан шыққан кезде өте көрікті жігіт келіп, хош иіс шыққан кеп сәлем береді дейді. Басқа риуаяттарда келеді. Оның сәлем берісіп, жүзіне қарап сөйлескің келеді дейді. Кімсің сен деп сұрасаң, мен сенің намазың боламын деп айтады дейді. Мен осындай жағдайға жеткізген сен боласың. Саған рахмет, бүгін мен сенің жаныңда боламын деп, бұған ешқандай саған қайғы қасиет болмайды. Мен саған жаныңда тұрып, куәлікке өтемін деп намаз сөйлейді екен. Ақыретте біздің тілмен айтқан кезде адвокатыңыз болады екен. Жаныңызда тұрып, сіздің сөзіңізді сөйлеп, қуаттап, куәлікке өтеді дейді. Екінші бір адам бар, Құдай сақтасын, жаны үзілген кезде қараса, сондай қара түрі өте қорқынышты, аянышты, өте жағымсыз иіс шыққан бір жігіт келіп сәлем береді дейді. Оның қолын алғым келмейді дейді. Кімсің сен десең, мен сенің намазың боламын деп айтады дейді. Намазың боламын. Мені осындай жағдайға жеткізген сен боласың. Бүгін мен сенімен соттасам деп айтады екен. Алланың алдында мен шағымданам. Мені осындай деңгейге жеткізгенің үшін деп, намаз Құдай сақтасын, пайғамбар алейхиссалам айтқандай ләк ау алейк деген.
не сенің пайдаңа шешіледі, немесе саған қарсы шығады деген намаз ақыретте. Сол үшін бауырлар, намаздарымызға ықтият болайық. Сол намазымызда иншалла қабірде жолдасымыз, серігіміз болады екен. Одан кейін ва манзил рахма, және ең тыныш рахат орын ол намазда дейді пайғамбар алейхиссалам. Билалға айтқан жері бар: "Я Билал, кішкене шаршап қалдық, бізді рахаттандырып азаныңды айтшы, намаз бастайық" дегені ғой. Сахабалар біз намазда ғана рахаттанып демалатын еді деп айтқан. Осы нәрсені әлі өзімізге қойып сұрақ қойымыз керек екен бауырлар. Мүмкін әркім әр жерде рахаттанатын шығар. Біреу бильярд ойнаса рахаттанатын шығар, біреу жатып алып футбол көрсе рахаттанатын шығар. Бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи рахат ол жақта емес дейді. Рахат намазда екен. Намаз оқыған кезде жүрегіміз тынышталады, ойымыз бір жерге жиналады, Алланы зікір қылып тұрсын. Ала безикриллахи татмаллақ құлуб деген аят бар. Алланы еске алумен ғана, ұлықтаумен ғана жүректердің тыныштық табады дейді Алла Тағала. Ең рахат орын қай жер дейді? Ол намаз екен. Сол намазға кірген кезде ашуың басылады, сабырлы боласың, өзіңе келесің, өте бір сондай рахат орын дейді пайғамбар. Одан кейінгі намаздың қасиеті ва мифтаху сама. Намаз аспанның кілті дейді. Аспан. Жақсы амал істейміз, шамамыз келгенше. Сол амалдар көтеріледі бейсенбі күні. Бейсенбі күні періштелер ауысады сменмен. Сол кезде бір жеті бойы істеген амалдар көтеріледі аспанға. Намаз оқып жүрген адамдардың сол намазы кілті болып аспан ашылады дейді. Сіздің амалыңыз кетеді ары қарай. Намаз оқымасаңыз ше? Онда намаз оқымаса да жақсы амал істеп жүрген кісілер бар ғой. Бірақ намаз жоқ болса, ода кілті жоқ та аспанның. Ашылмай қалуы мүмкін, Құдай сақтасын. Сол пайғамбар айтады, намаз аспанның кілті дейді. Амал дәптерлеріміз көтеріп ары қарай өтіп кету үшін, екінші бір риуаятта намаз бұл жәннаттың кілті дейді пайғамбар алейхиссалам. Ас-сола мифтахул жанна деген. Намаз жәннаттың кілті дейді. Одан кейін ва ман таракаха фақад хадама дин ва сақилал мизан, және намаз таразда ең сауап көп болатын амалды намаз жинайды екен. Қазір қарасақ, Алла субхана тағала біздің өмірімізге көптеген сауаптар жасырып қойған. Оны еңбек етумен ғана қол жеткізесіз. Бірақ әр бал деп айтайықшы, очко дейміз ғой. Әрбір сан әр жерде әртүрлі жазылып қойған. Бірақ ең көп сауап намазда тұр екен. Ертең мизанға амал дәптерлеріміз таразыға қойылған кезде қарап тұрсаң, ішінде қайсынан көп сауап жинады екен деп қарап тұрсаң дейді, намаздан көп болған екен. Намазға жететін сауаптың өзі жоқ. Намаздағы сауаптар ол еселеніп кетеді. Сол мизанға амал дәптерлерді қойған кезде қарап тұрсаң дейді, намаздан түскен сауабың өте көп болады дейді пайғамбар алейхиссалам. Ва мардатур рабб, және намаз Алланың разы болатын құлынан, пендесінен істеген амал екен. Алла разы болады екен. Кейде пенде бір-біріміздің көңілімізді тапқымыз келеді. Қайтсем осы жігіттің көңілін табам дейді. Сөйтіп, одан сұрастыра отырып, оған ұнайтын затты іздеу мүмкін. Бауырым, сен туылған күніңнен сен осыны жақсы көретін едің ғой деуі мүмкін. Қуанады ол. Бірақ Алла субхана ва тағаланың разылығы намазымызда екен. Намаз оқыған адамға Алла тағала разы болады дейді пайғамбар алейхиссалам. Құлшылықпен іздейік Алланың разылығын, намазхандарға Алла разы болады екен. Одан кейін ва самал жанна, намаз бұл жәннаттың жемісі дейді. Жәннатта жемістер бар, сол жеміс мәңгі. Алла тағала бізге жаратқан сол жемісті, сол намазымыз біздің жәннаттағы жемісіміз екен бауырлар. Мәңгі соның рахатын көреміз иншалла. Мәңгі соның пайдаланады екенбіз. Сол үшін намазымызға мықты болайық. Одан кейін ва хижаби минан нар, намаз тозаққа қалқан болады дейді пайғамбар алейхиссалам. Лаулаған от намаз не істейді дейді, қалқан болады дейді. Тіпті кейбір ғұламалар айтқан, дәрет алған кезде мынау толық көбірек артық алыңдар дейді. Қол мына жерге жуу парыз ғой. Оны асырып жусаңыздар, Құдай сақтасын, тозаққа кіргеннің өзінде дейді, сол дәрет алған жерлер не істемейді дейді, күймейді дейді. Намаз оқыған мүшелері күймейді екен, қалқан болып тұрады екен. Сол пендеге. Сосын Құдай сақтасын, ол жерге Алла тағала бізді көрсетпей ақ қойсын, кіргізбей ақ қойсын деп сұраймыз Алладан. Намаз бұл тозаққа не дейді? Қалқан болады екен, бауырлар. Ва ман ақамаха фақад ақама дин. Енді пайғамбар алейхиссалам айтады, демек кім намазды
толық орындап, сол намазға мықты болып жүрген болса, ол адамның діні мықты екен. Алланың разы болған дінді мықты орнатты деп соны айтамыз дейді. وَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ هَدَمَ دِينَ. Кім намазына немқұрайлық қылып, немесе намазды тастайтын болса, оқымайтын болса, ол адамның діні бұзылып кетті дейді пайғамбар. Кім намазын тастайтын болса, демек ол адамның діні бұзылады дейді. Құдай сақтасын, намазын кеткеннен кейін артынан бәрі кетеді. Айша анамыз айтады: "Аннаху қала иза арадаллаху тағала ан ядхула ахл жанна фил жанна бa'аса илейхим